Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы менің қаладағы болашақ пәтерім. Сабақтың мақсаты көп нүктенің орнына тиісті қосымша қоямыз. Диалогты толықтырамыз. Адасқан әріптер ішінен сөздерді табамыз. Енді сөздікпен жұмыс. Сөздерді менен кейін қайтала. Сөздік дәптерге жазып ал. Сөздерді жатта. Жаңа сөздер: жеке жай, кеңесу, аспанмен таласқан, жатын бөлме, айқара ашу, дайын. Жаңа сөздермен бір сөйлем құраймыз. Бір дұрыс сөйлем, бір ұпай. Енді оқушылар, біз өткен жолы бәтеңке, шұжық, балқаймақ деген өлеңмен таныстық. Енді өткен сабақ бойынша тапсырма. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қой. Үлгі: бәтеңке, шұжық, балқаймақ дүкенде ұрсысты. Әрі қарай өзің жалғастыр. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қой. 6 дұрыс жауап 3 ұпай. 5 4 дұрыс жауап 2 ұпай. 3 2 дұрыс жауап 1 ұпай. Келесі. Менің болашақ пәтерім. Оқушылар, пәтер дегеніміз не еді? Дұрыс айтасыңдар, квартира. Енді мына мәтінді мұқият түсініп оқы. Енді оқылым тапсырмасын орында. Төменде берілген сұрақтарға мәтін бойынша жауап бер. Сұрақтар: Әлібек кімге не туралы хат жазды? Әлібектің арманы не? Ол қандай пәтерде тұруды армандайды? Ол неге таудың етегінде тұруды қалайды? Келесі. Адасқан әріптер әдісі. Мәтінде кездесетін 5 сөзді тап. Оқушылар, жаңа біз мәтінмен таныстық. Мәтінді қайталап, мұқият оқыңыздар. Мына кестедегі сөздерден мағынасы бар сөздерді табыңыздар. 5 сөзді дұрыс тапсақ 3 ұпай. 4 сөзді дұрыс тапсақ 2 ұпай. 3-2 сөзді дұрыс тапсақ 1 ұпай. Келесі. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақ аяқталды. Сабағымызды бекітейік. Бүгін біз көп нүктенің орнына қосымшаны дұрыс қоя білдік. Сұрақтарға жауап бердік. Адасқан әріптер арасынан мағынасы бар сөздерді таптық. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.